бір ауылда Антон есімді бала тұрады. Ол өте ақылды, бірақ үлкендердің айтқан тілін алмайтын. Бір күні әжесінің үйіне барды. Әжесі оған жылы жымиып, тәтті нан ұсынды. Антонжан, менің саған бір өтінішім бар. Бүгін бақшадағы ағаштарды суаруға көмектесесің бе? Деді әжесі. Әже, кейінірек көмектесемін. Мен қазір ойнағым келеді деп Антон жүгіріп кетіп қалды. Сол күні кенеттен жаңбыр жауды. Антон ойнап жүріп, тайып құлады. Достары көмектеспеді. Әжесі жүгіріп келіп, балам ауырды ма? Деп алаңдап сұрады. Үйіне әкеліп қарады. Антон ұялды. Ол әжесін ренжіткенін түсінді. Әже, мен сіздің сөздеріңізді елемегенім үшін кешіріңізші. Мен енді сіздің айтқаныңызды тыңдаймын, деді ол. Әжесі басын изеп, рахмет, балам. Үлкендер сені жақсы көреді. Бірақ олардың жүрегін ренжітпеу керек. Қайырымды сөз бен құрмет сиқырлы күшке ие, деді. Сол күннен бастап Антон үлкендерге көмектесіп, олардың айтқанын тыңдап, құрметтейтін болды. Үлкенді сыйлау ізеттілік, айтқанын тыңдау кішіпейілділік. Қайырымды сөз жүректің сиқыры, деп текке айтылмаған.